Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, құрметті оқырмандар. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Отбасы осы сөздің түбінде терең мағына жатыр. Отбасы деген қасиетті ұғым. Отбасы әр адамның өмірінде бастама болып табылады. Отбасын кішігірім отанға теңейміз. Отанның өзі отбасынан басталады дейміз. Ал отбасылық бақыт болса, ол бақыттың шынында тұратын белгі. Бақытқа толы болған отбасы әрқашанда қоғамда ерекшеленіп, өзгелері үлгі тұтатындай санатқа жетеді. Ерекшелігі деп ол отбасылардың татулығын, айналаға деген сансыз махаббаттарын, барша адамға деген риясыз сыйластығын, қоғамға тигізетін қажырлы үлесін айта аламыз. Олай болса, жылда қыркүйектің 2-ші жексенбісінде аталып өтіп жатқан отбасы күніне орай отбасындағы бейбітшілік атты кездесу кешіміздің құрметті қонақтары Телтаевтар отбасы бүгін біздің кітапханамызда. Анасы Мұнашева Гүлмира және қыздары Толғанай, Нұрерке, Амина. Гүлмира апайымыз 6 бала тәрбиелеп отырған күміс алқа иегері. 4 қызы, 2 ұлы бар. 2 қызын қияға қондырып, 3 немере сүйіп отырған ана. Ал ондай болса, міне бүгін Гүлмира Болат қызы бүгін өз қыздарымен бізде қонақта екен. Күміс алқа дегеніміз ол да бір отбасындағы жетістіктердің бірі деп санауға болады. Ал ондай болса, Гүлмира апай, енді осы 6 баланы өсіріп, жеткізу, тәрбиелеу сізге қалай тиеді? Сізге деген біраз сұрақтарымыз бар еді. Сол сұрақтарымызға жауап алсақ. Кез келген жағдайда жұмысыңыздың барлығын тастап, балаңызбен айналысу қолыңыздан келеді ме? Иә, келеді. Жұмысқа да уақыт табамыз, балаға да уақыт табамыз. Келеді, уақыт табамыз. Баланың сабағы бар дегендей. Иә, баланың сабағы бар. Баланың тамағы бар, иә. Жұмысымызды да істеп үлгереміз, балаға да қарап үлгересің. Рахмет.